Википедиясында, бірақ қазақша. Википедия қазақ тілінде бар. Бірақ Википедия белгілі бір оны мемлекет істемейді. Википедияны жекелеген адамдар жасау керек. Бізде қазақ тілінде интернет қолданушылар белсенді болып, нақты қажет түсінген кезде қазақ тілінде Википедия толысады. Қазір Википедия біздің Википедиядағы мәліметтер қоры қай тіліне салыстырсам екен, қырғыз тілді дерекқормен тең тұрмыз десе болады. Өте аз деген сөз, ол біз бір төменгі деңгейдеміз, себебі мәлімет адам өзі орнату керек оған Википедияға. Мысалы, мен журналистпін, мәлімет орнатсам, Википедия толыса түседі солай. Мүмкін шығармашылық топ жұмыс істеу керек шығар, арнайы. Иә, оған энтузиастар керек арнайы. Энтузиастар керек, энтузиастар жұмыс істеу керек. Мүмкін тағы да мемлекет тұрғысынан көмек керек шығар ондай. Ал мемлекеттің e-library бар, ондай портал бар. Алматыдағы ұлттық кітапхананың бүкіл қорын виртуал түрде енгізген til.gov.kz деген портал бар. Мемлекеттік нәрселер бар. Мәссағаннан көрдім біраз нәрсені. Мәссағанда біраз құжаттар бар. Бірақ жаңағы нәрсені адамдар өздері жасау. Себебі мемлекет тарапынан болса, ол қайтадан бір күштеу, зорлау болып көрініс табуы мүмкін. Ал адам өз еркімен істесе, ол сапалы болады. Шын ниетпен істелген нәрсе әрқашан. Жүрек керек демек. Нальвира, кезек өзіңізде. Сіздерге мен онандай сұрағым бар. Конфуций айтқан ғой былай деп, даналыққа жетудің 3 жолы бар. Ең ізгі жолы санамен саралау, ең оңай жолы еліктеу, ең қиын жолы тәжірибеден тәлім алу деген. Ал біз осы ғаламтор саласында қай жолды таңдадық деп ойлайсыздар? Түсінікті ғой. Еліктеу жолы, санадан өткізу жолы, және тәжірибеден өту жолы. Соның қай жолымен келе жатырмыз біз қазір? Интернет. Менің ойымша былай. Қазақ интернеті. Қазақ интернеті болсын, тіпті Қазақстандағы интернет болсын, жалпы Қазақстан мемлекеті былай тәжірибеден өтіп келе жатырмыз. Себебі бұл интернеттің өзінің, компьютердің өзінің шыққаны осы 85 жылдан бері көп жыл бола қойған жоқ. Яғни басқа елдерде жақсы дамығанмен, бізде сол қарқынмен бірге еніп кетті де, біз енді оны игеруге де мүмкін бір жағынан үлгере алмай жатырмыз. Интернеттің мысалы қаншама мүмкіндіктерін барлығын білуге. Және мысалы халықтың өзі бір балаға немесе адамға теңесек, мысалға бірінші адам газетті мысалға тек қана қарап оқиды. Екінші, мен де осыған бір нәрсе жазайыншы деген ой пайда болады. Содан кейін барып өзі де автор болады. Енді біздің сол интернетті пайдалануымыз әзірше тек қана интернеттен оқумен шектеліп жүрміз. Ендігі өсу дәрежеміз ол интернетке бізде бір нәрсе жаза бастаймыз көпшілік. Бірақ Асқаттың блогерлер жайлы айтқан кезде мен шын айтсам жүрегім жылып қалды. Өзінің пікірін жазады. Бұл сананың өскені. Бұл азаматтық позицияның пайда болғаны. Бұл өзіңді өзің қорғай білесің, өз құқыңды білесің деген сөз. Демек, ұлттық сананың өскенінің белгісі. Сіз айтпақшы, жаңа тек газетті оқу ғана емес, өз пікіріңді де білу деген сияқты. Мысалы, бұрын біз Web 1.0 деген технология бар интернетте, ол ескі сайттар, тек оқимыз, тұтынушымыз о жерде. Қазір Web 2.0 технологиясы келді, Web 1 бірте-бірте сөне бастады. Web 2 технологиясы деген, сен оқисың, әрі сен өзің оқитын бір нәрсені ұсынасың интернетке, өзің қоясың. Яғни сен де сайт жасаушысың. Осы Web 2.0 технологиясының келуімен бізде қазақ қоғамының азаматтық бір көзқарастың қалыптасу, белсенділік арта бастады. Мысалы, мынандай мысал айтайын, Ақтөбеде бір блогшымыз банкке барады, Каспий банкке барады, банктен келісімшарт екі тілде, қазақша, орысша. Және қазақша келісімшартта егер бір нәрсе дұрыс емес болатын болса, бұл келісімшарттың қазақша нұсқасы іске тұрғысыз деген пункт бар қазақшасында. Сон бұл талқыны ашылып, бұл қандай масқара, қазақ тілін қорлау, мұнда не келісімшарт бересіңдер деп, соны өз блогына жазып қояды, екпесін ренішін, банк болса айтқан шығар. Алматыда отырған мен көрдім оны, мен мақала қылып жаздым, банкке звондадым, банктер реакция болды. Яғни белгілі бір адамның азаматтық көзқарасының есебінен біз сол банк қазір қазақ тілінде сайты пайда болды. Үлкен мәселеге назар аудардыңыз. Шешімін тапты, мысалы. Яғни егер интернет болмаса, ол блогына қоймаса, көрсетпесе проблема бар екен, ол шешілмес еді. Яғни адамның азаматтық көзқарасы, позициясы нақтыла түсті. Үстіп қазақ тілін қоғамда қолданыс аясы кеңейе түседі. Менің ойымша. Жаңа ғана хабарымыздың басында айтып кеттік, Award KZ байқауы жайлы. Бұл қалай жүргізіледі? Жалпы саралау, сараптау сайттарда қалай жүргізіледі? Көп жағдайда орыс тілінде сараптамалар жүргізіледі. Ал қазақ сайттарының үздігін қалай таңдайсыздар? Award.kz пайда болғалы 7 жылдай уақыт болды. Ең басында рас орыс тілінде дамыды. Неге? Себебі орыс тілді азаматтық қоғам өте белсенді болды, сайттар орыс тілінде болды. Және Award сияқты жобалар бүкіл дүниежүзі елінде бар. Ол жоба не үшін керек? Ең үздік сайтты анықтау арқылы
үздігін көрсету. Осыған міне үздік осындай болуға тырысыңдар деген көрсету. Қазақ тіліндегі сайттарды қалай анықтайды? Тәуелсіз журналист, тәуелсіз қазылар алқасы іріктеледі. Адамдар өздері өтініш жібереді, ауырт.kz ұйымдастыру бөліміне өтініште сараптанады, қаншалықты интернетке қатысы бар бұл адамның, қаншалықты сауатты, қанша сараптай алады деген сияқты. Сөйтіп сол адамдарға есімдердің бәрін аты-жөнін сайтқа іледі, сөйтіп ол адамдарға сайттарды жібереді. Ол адам сол сайттың ішінде 10 үздік сайтты өзі анықтайды, ұнаған. Сөйтіп 10 ұнаған сайтты 7-8 адамның соны сарапқа түседі. Ең соңынан мүлдем бейтарап бір адам келіп, шетелден бейтарап адам келіп, қазақша тіліне тиіспейді контентке. Ол сыртқы дизайн, техникалық жағынан мән береді. Техникалық жағынан қанша сауат жасалған бұл сайт, қандай программа қолданған, қандай кемшілігі бар бұны, сол жағынан қарап анықтайды. Ал жаңағы мазмұнын, пайдалылығын оның жаңағы қазақ тіліндегі қазылар алқасы анықтайды. Қадірлі қонақтар, өздеріңіздің жасап жүрген жұмысыңызды немен салыстырар едіңіз? Өйткені сіздерді, мен мысалы алдымда отырған екеуіңізді пионерлер дегім келіп отыр. Пионер деген алғашқы болып ешкімге белгісіз жұмысты қолға алған адамдарды айтады. Сіздер қазақ интернеті жағынан, мысалы Гагаринмен бірдей болсыздар да, өйткені алғашқы қиындықты, алғашқы жұртты мойындарыңа алған азаматтарсыздар. Мен бұл жерде рахмет, ниетіңізге жалғыз емеспін бұл орайда, өйткені жалғыздың жаяудың шаңы шықпайды ғой. Европаға бардым, біраз Америкада болдым, белгілі білім алдым, Қазақстанға келгеннен кейін көп ойландым. Ал білім алдым, блогинг үйрендім, нью медиада оқыдым. Не істеймін, қоғамға оны қалай жеткіземін? Соны 4-5 бала жиналып Рамсторға барып көрсеттім 4-5 дос балама. Олар да қызықты. Сөйтіп бейресми ұйым қалыптасты бізде. Сөйтіп біз бірте-бірте бос уақытымызды арнап, ағылшын тілдегі еркін бағдарлама, open source бағдарламаны аудара бастадық. Бақытгүл Салықова деген апайымыз бар, иә. Өзі басқа жұмыс бар. Жұмысының 5 минут уақытын арнап, интернет ағылшын тілінен қазақ тіліне аударады. Күтіп отырмайды, мемлекет қашан аударады деген сияқты. Қуаныш Мағзуов деген студент бала бар. Ол да өз бос уақытын арнайды. Осылай әрқайсымыз бос уақытымызды арнап, интернетте қазақ тілі дамысын деп, мысалы жұмыста 5 минут уақытын арнаймыз, блогқа мәлімет орнатасың, қазақша аударасын. Себебі күтіп отырудың, біз түсіндік, күтіп отырудың қажеті жоқ. Мемлекет қашан қазақ тілін бәрін қолға алу керек. Адам, иә, біз үшін керек болса, қоғам игілігі керек болатын болса, менің қолымнан келсе, интернет медиа болса, неге оны жүзеге асырмасқа? Сіз олай болса, сізде ізгілік, өзіңіздің 5 минут уақытыңызды тек қана интернетке ғана емес, отаныңызға жұмсап отырсыз. Өйткені бұл жапондарда мынандай сөз бар екен. Үлкен жол, ұзақ жол, кішкентай ғана қадамнан басталады дейді екен. Сондықтан осы сіздердің қадамдарыңызға гүл бітсін, жасаған істеріңіз құтты болып, ертең қазақтың игілігіне жұмсала берсін деген осындай тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтайық. Келгендеріңізге көп рахмет. Сіздер үлкен жұмысты атқарып жүрсіздер. Сізге рахмет шақырдыңыз. Рахмет сіздерге. Қадірменді ағайын, рухани әңгіме бағдарламасы бүгінше осылайша аяқталды. Жігіттерге іске сәтте отырып, хабарымызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.